Қазақстандық проспект Жәнібек Әлімханұлы әлемдік бокс рейтингтерінің шыңын бағындыруды жалғастыруда. Кеше ғана WBC-дің жаңартылған рейтингі жарияланды, онда Қазақстайл 5-ші орынға көтерілді. Бұл биіктікке Жәнібек бірінші рет шығып отыр, және әлемдегі орта салмақта ең жылдам көтеріліп келе жатқан боксшы атанды. Енді біз оның алдында 4 боксшыны ғана көріп отырмыз. Олар Хайме Мунгуя, Сергей Деревянченко, Лиам Уильямс және Мацей Сулецкий. Ал олардан жоғары WBC чемпионы Джермалл Чарло мен WBC франчайзинг чемпионы Сауль Канело Альварес бар. Рейтингте 1-ші және 4-ші орында тұрған жігіттер Жәнібекті еш қызықтырмайды. Жәнібек оларды қарсылас ретінде көріп отырған жоқ. Бар ойы қазір Чарлода. Ол 5-ші сатыға көтерілген күні тағда Чарло, дайын бол, мен 5-шімін деп Твиттерде жазба қалдырды. Ал менің ойымша Джермалмен жекпе-жек өткізерден бұрын Жәнібекке ат аталған төрттіктің бірімен жұдырықтасу керек секілді. Бұл ретте ойға бірден Хайме Мунгуя түседі. Бұл мексикалық дәл қазір өз елінде Канелодан кейінгі боксшылардың бірі болып саналады. Хайме бір кездері Қанат Исламмен жекпе-жек өткізеді деген сыбыстар жүрген болатын. Бұл да бекер емес. Өйткені WBO тұжырымы бойынша онымен кездесуге Қанат үміткер еді. Бірақ қазір WBO бойынша Қанат 4-ші сатта, ал Жәнібек 3-ші орында тұр. Мунгуя көш басында, демек Исламнан гөрі Мунгуяны енді Жәнібек қызықтырады. Десе де Хайме мықты қарсылас, ол болмаса тағы Лиам Уильямс бар. Бұл британдықта WBC-де және WBO-да Жәнібектен бір саты жоғары тұр. Онымен де жекпе-жек ұйымдастыруға болады. Әрине британдық келісімін берсе. Егер осы екі варианттың бірі орын алып Жәнібек жеңіске жетіп жатса, онда Чарло мен Деметриус Андрадеге бастары даңғыл жол ашылады. Мацей Сулецкий мен Сергей Деревянченколарды біз сыйлаймыз. Десе де Сулецкий менің ойымша Жәнібекке қарсылас емес. Ал Деревянченко бұған дейін өткізген екі кездесуде қатарынан ұтылды. Бірін Головкинге, екіншісін Джермалл Чарлоға. Сондықтан оны да қатардан шығара берсек болады. Жәнібекке демек Мунгуя, Уильямс екеуінің бірімен кездесудің жолын іздестіру керек. Ал Сауль Альварес әзірге жерлесіміз үшін қол жетімсіз. Оның ізіне қазір Геннадий Головкин түсіп жүр. Айтпақшы, Геннадий көш бастап тұрған IBF-те Жәнібек 11-ші орында. Мұнда 7-ші саттағы Мейрім Нұрсұлтанов бар. Қанат Ислам әзірге 14-ші. WBA бойынша Жәнібек өзінің ең төменгі көрсеткішінде тұр. Мұнда ол 15-ші. Осы салмақтағы чемпиондардың бірі Риота Муратаға әзірге алысырақ. Десе де бұл дивизион бойынша да Әлімханұлының көтерілетіндігі анық. Ал Жәнібектен бір саты ауыр салмақтағы, яғни 168 фунттағы Айдос Ербосынұлы WBA бойынша чемпионға тікелей келіп тірелуге шақ қалды. Ол мұндағы рейтингті 2-ші сатыға шықты. Чемпиондардан оны енді Дэвид Моррелл ғана бөліп тұр. Ары қарай ресейлік чемпион Федор Чудинов пен Калум Смит және Сауль Альварес ғана бар. Айдос жақында Нұрсұлтанда кезекті жекпе-жегін өткізеді. Ол жай белбеу қорғаусыны болмақ. Оған да енді осыдан кейін чемпиондық сындарды қарастырған жөн. Айтпақшы, Айдос WBO бойынша да барынша көтерілді. Мұнда ол 4-ші сатыға шықты. Оның алдында енді Дэвид Лемио, Дэниел Джейкобс және Зак Паркер ғана бар. Ары қарай чемпион Билли Джо Сондерс тұр. Бұл боксшының еншісінде WBC Азия, WBA International және WBO Global белбеулері бар. Аталған екі боксшыда келесі жылы чемпиондық сындар өткізеді деп үміттеніп отырмыз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін аса маңызды. Видеоларды WhatsApp-тағы сілтемелер арқылы көп көре бастады. Мұндай сіздердің бөлісулеріңіздің арқасында орын алып отыр. Таратудан шаршамаңыздар. Ол үшін алыстан басқа еш нәрсе айта алмаймын. Уақыт бөліп тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті күндері молынан болғай.